тиктокта бір видео жүр ғой, Дамелемен отырған, мен су ашып берген, сол жерде айтып отыр да, типа оның қолында обручалкасы бар, үйленген қарындасы ретінде иметіп отырған шығар дейді да. Бірақ сен после съемки подкаст жасадың ғой, білеміз ғой. Бірақ сен қарындас ретінде ашып бермедің ғой, білеміз ғой. Қазіргі таңда қанша қарындасың бар? Біз білмейтін. Аида білмейтін. Аида білмейтін. Қанша қарындасыңды панаң алдың? Не? Қанша Панама дейін басқа едім, Панама деп. Қанша қарындасыңды суғардың? Крышкасын ашып. Қарындастан гостиница әкеліп қойыңдар. Кешіріңдерші. Көрдіңдер ма? Міне обручалканың арқасында сразу көп білмейтін көрермендер сразу айтып отыр да, сендер ана видео андай қылып жасалған, романтический, мен типа Дамелияға подкаст жасап отырып су ашып берген сияқты болып тұр да. И комментарийда бірден 90% комментарий, ол үйленген, қолында сақинасы бар, көріп тұрсыңдар ғой деп. 10%? Ой жақта жүр. 10% ол қарындастар. Жоқ, ол 10% нәпсі. Вот нәпсінің алдын алу ғой мынау. Красавчик, красавчик, молодец. Жоқ, мен дұрыс